Қазақ мұнайына 125 жыл, Қаламқас кен орнына 45 жыл, ал қыркүйектің алғашқы жексенбісі мұнайшылар күні. Жетібай мұнайшылары осы бірнеше мерекенің басын қосып тойлады. Орталық алаңда ақшақан үйлер тігіліп, мерекеге сай безендірілген сахна төрінде жергілікті өнерпаздар мен қазақ эстрадасының жұлдыздары көпшіліктің сүйікті әндерін орындап мерекемен құттықтады. Жетібай басына келген компания басшылары да мұнайшыларды кәсіби мерекемен құттықтап, еліміздің дамуы мен өркендеуі жолындағы өлшеусіз еңбектер үшін алғысын жеткізді. Кәсіби мерекеміз Қазақстанның мұнайына 125 жылдығымен және Қаламқас кен орнына 45 жыл толуына толумен шын жүрекпен құттықтаймын. Бүгін енді өздеріңіз білесіздер, Маңғыстаумұнайгаз Маңғыстау өңірінде ең үлкен мекеменің бірі. Әр мұнай мекемесі Қазақстан экономикасына үлкен үлесін қосып келе жатыр. Мұнай және газ саласы Қазақстан экономикасының локомотиві деп айтсақ, ол артық болмас. Жұмыстарыңызда абырой, жанұяларыңызда тек құт береке, аманшылық болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Осындай жеңістіктерге сіздермен бірге Маңғыстаумұнайгаздың ұжымы және медигерлік мекемелердің ұжымымен бірге үлкен жетістіктерге бірге жетуге Алла Тағала нәсіп етсін. Кәсіби мерекелерінде компания басшылығы бірқатар еңбек адамын марапаттады. Ел экономикасының даму жолында ерекше көзге түскен мұнайшыларға мемлекеттік және ведомстволық наградалар, медальдар, төсбелгілер, құрмет грамоталары табысталды. Нұрбай Жеткізгенұлы марапатталады. Мереке күні еңбегі еленгендердің бірі Айнабек Қалдыбеков. Ол 30 жыл бойы осы салада үздіксіз еңбек етіп келеді. Сол еңбегі ескеріліп, өндірістің дамуына қосқан үлесі үшін марапатталды. Бүгінгі мерекеміз құтты болсын. Қаламқас мұнайгаз 45 жылдығы мұнай өңдегеніне, Қазақстан мұнайына 125 жылдығы. Тек бәрі құтты болсын, еліміз тыныш болсын. Мұнайымыз таусылмасын, мұнайшы майталмандар тек марапаттар ала берсін, тек жылдан жылға аман есен жете берсін, бейбітшілік болсын деймін. Мерекелік көңіл күйдегі мұнайшылар спорттық жарыстарға да қатысты. Білектілері қол күрестірсе, күштілері гіртасын көтерді. Арқан тартып, мықтылықтарын да көрсеткендері болды. Ал боз кілемде белдескен балуандар бәсекесі көптің көңілінен шықты. Жанкүйерлер де спортшыларды жан-жақты демеп, ерекше қолдау көрсетті. Қазақ мұнайының 125 жылдығын атап өту бұл өткенге құрмет. Бүгінгі мұнайшылар алдыңғы буын ағалары салған даңғыл жолмен жүріп, еңбек дәстүрін лайықты жалғап келеді. Сондықтан еліміз бен өңіріміздің әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосып жүрген еңбеккерлер үшін бұл маңызды мереке. В поселке нефтяников Жетібай с утра играет музыка и установлены праздничные юрты. На украшенной яркими воздушными шарами сцене выступают как местные артисты, так и специально приглашенная звезда казахстанской эстрады Куандык Рахым, которая порадовала исполнением полюбившихся многим хитов. В этот день нефтяники отмечают не только свой профессиональный праздник, но и 125-летие казахстанской нефти и 45-летие месторождения Қаламқас. В торжественной обстановке руководство компании поздравило коллег с профессиональным праздником, отметив, что нефтяники вносят достойный вклад в развитие и процветание страны. Сердечно поздравляю вас, дорогие коллеги, с профессиональными и знаменательными праздниками 125-летия казахстанской нефти и 45-летия месторождения Қаламқас. Маңғыстаумұнайгаз – одна из крупнейших нефтяных компаний страны, вносящая большой вклад в экономику Казахстана. Будет не лишним сказать, что нефтегазовая отрасль – локомотив экономики Казахстана. Пусть такие празднества продолжаются. Желаю каждому выполнять свою работу с честью. Пусть в ваших домах всегда будут благополучие, достаток, крепкого здоровья вашим семьям. В честь профессионального праздника руководство компании отметило наиболее отличившихся работников, вручив им правительственные и ведомственные награды, медали, нагрудные знаки, почетные грамоты. Нұрбай Жеткізгенұлы марапатталады. Один из тех, чей труд по достоинству был оценен, Айнабек Қалдыбеков. На протяжении почти 30 лет он неустанно трудится, внося свой вклад в социально-экономическое развитие страны и региона, способствуя устойчивому развитию производства.
Бүгінгі мерекеміз құтты болсын. Поздравляю всех своих коллег-нефтяников с нашим профессиональным праздником, а также хочу поздравить с 45-летием Каламкас Мунай и 125-летием казахстанской нефти. Желаю, чтобы в нашей стране всегда были только мир и благополучие. Пусть все мастера своего дела в нефтяной отрасли продолжают получать награды и похвалу от руководства и министерств. Ну и, конечно, какое же празднование без спортивных состязаний. Нефтяники мерились силами в армрестлинге, в поднятии гири, перетягивании каната. В жарких схватках сцепились палуаны казахша крес. В этом им помогали как умение и ловкость, так и поддержка азартных болельщиков. Празднование 125-летия казахстанской нефти и 45-летия месторождения Каламкас является важным событием для работников компании, которые сегодня достойно продолжают славные трудовые традиции старшего поколения, вносят свой вклад в социально-экономическое развитие страны и региона.